Қайнатам бүгін көкпарға баратын болып, атты өз қолыммен дайындап берейін дедім. Қайнатам келгенше барлығымыз олжалы болып қайтса екен деп тілеп отырамыз. Аттарды оң бетінен жақсылап, тарап, жылтырап тұруы үшін осылай барлық жерін сүртіп шығамын. Міндетті түрде оң беттен тұрып жасаған дұрыс, өйткені ырымы сондай. Аттарымды жалтыратып сүртіп алдым. Тағы да бір айта кететін нәрсе, аттың жалыны келте болса, міндетті түрде тек қана сол бетіне қарай таралып тұру керек. Сонымен аттың егарын жайғастыруға кірістім. Терлік тоқымымды рет-ретімен қойып, міндетті түрде егардың астында тұрған заттар тегіс үстінде отырған адамға ыңғайлы болуы керек. Сосын көкпар шабатын аттарға міндетті түрде екі тартпа тарту керек. Үстіндегі отырған адам еңкейген кезде жерге ауып кетпес үшін. Сосын ескі жүгенді үйге қалдырып, күміс жүгенді тағайындедім. Адамдардың көзіне әдемі сұп-сұлу болып көрінуі үшін. Ат көкпарға дайын, енді шөп, су ішіп қоймауы үшін жүгенді тартып, егарға мықтылап байлап қоюым керек. Ат олжалы болды ма, болмады ма, қалай ойлайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіз.